Камера қосылды ма? Барлықтарыңа сәлем. Есімім Саян. 29 жастамын, архитектор болып жұмыс істеймін. Анам толғалы айналғанда болып жатқан құрылысты көргеннен дейді. Жақында 30-ға толдым. Мерейтой. Ойым сан жаққа жүгіреді. Қарап тұрсам, еліммен құрдас екенмін ғой. 91-де ең алғашқы қадамдарымды жасадым. Көзімді ашқалы Ақмолада тұрдық. Ғарышқа сапар, тұңғыш полеті. Кейіннен қаламыз еліміздің астанасы атанды. Бәрін көңілі күтті. Бұл қалай болмақ? Бірақ бұның бәрі дұрыс екенін іштей сезедім. Қателеспесем, 98-де 2-ші сыныпта оқыдым. Барлық плакатта 2030 деп жазылып тұратын есімде. Мектепте, университетте, Астананың барлық жерінде солтүстікті бір жан-тәнмен сүйетін секілді. Дағдарысты болды. Азияда. Болашақпен оқуға аттандым Нью-Йоркке. Айттым ғой, анам бәрі кішкентай кезінен басталды деп сенетін. Елімде сенім артты. Жеңісте, жеңілісте қатар жүрді. 25-ке келгенде жақсатып өттік. Сол кезде әрі тұрақты, әрі маңызды жұмысым таптым. Қателеспесем, экспоны барлығы талқылаған десімде. 19-да елбасымыз қызметтен кеткенін мәлімдеді. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Мен сол жылы отбасылы болдым. Қазір балам. Бұның бәрі неге тізіп шықты дейсіз бе? Мен өстім, елім өсті. Баяғыдан өмір мен елімнің даму жолы бірдей деп ойлайтынмын. Елім үшін үздік болуға талпындым. Түсінесіз бе?